Барлықтарыңызға сәлем, бұл Азамат Ануарбек және кезекті стратегиямен бөліскім келіп тұр. Бұл разгон стратегиясы. Бұл стратегияның жақсы жері сізге артық индикатор немесе экранның бетін сызудың қажеті жоқ. Ол біріншіден. Екіншіден, бұл стратегия ол статистический, то есть бұл қатып қалған стратегия. Там, например, бір, екі, үш моментті көрдіңіз и кіре бересіз позицияға. Например, басқа бір стратегиялар бар, там СНР или там ICT, MICT бірдеңке. Олар Азияда істесе Лондонда істемейді, Лондонда істесе Нью-Йоркта істемейді, немесе там қыста істесе жазда істемейді деген сияқты динамический стратегиялар бар, иә. Там мынау былай келсе былай болады, жаңалық болса былай болады деген сияқты. Ал осы стратегиямен мен жұмыс жасап жүргеніме бір жылдан асып кетті уже. Тфай стабильно өзінің жұмысын маған көрсетіп жүр. Винрейт плюс-минус 75-80%. Ол өте керемет. Ол өте прям шикарный результат. 75-80% винрейт деген ол масқара. Себебі Америкадағы үлкен топ трейдерлардың өзі сол 50-55% винрейтпен жүреді, және мына жерде стабильно 1-3 деген РРмен жұмыс жасайсыз. То есть сіз $100 рискқа қойсаңыз, стоп болса $100 жоғалтасыз, тейк болса $300 табасыз. Ендеше мен қазір особо әңгімені ұзартпай сізге сразу стратегияны көрсетейін. Так, мынаны алып тастайық, бізге керек емес. Қараңыз, рынок келе жатыр, без разницы, осылай жүріп келе жатыр, осылай жүріп келді, и мына жерде бізде какой-то бір точка пайда болды. Мынау точка, мынау точка бізге ештеңені білдірмейді. Просто точка и точка. Дальше бұл көтерілді, например, осылай жүрді, и мына жерден екінші точка пайда болды. Екінші точка мынау. Бұл зарождение тренда деп аталады. То есть, скорее всего, тренд не істеп жатыр, жоғары қарай кетіп бара жатыр. Скорее всего, жоғары қарай. Енді біздің мақсатымыз осы үшінші касание келген кезде бұл уже подтверждение. Мынау бізде подтверждение. Значит, біздің мақсатымыз вот бірінші касанияны көрдік, екінші касанияны көрдік. Осы үшінші касаниядан точка входа іздеп, егер точка входа бізге берсе, лонгқа қарай кіру. Қазір енді мен осыны сізге реальный рыноктан көрсетейін. Мысалға қараңыз. Так. Мына жерді көрейік. Мысалға, мынадан алдыңыз, міне бірінші точка. Так, мына жерде үшінші точка жоқ екен. Хорошо, былай қарай көрейік. Вот, например. Біз қазір мынаны қозғай саламыз бері қарай. Вот, например, там таң атты, сіздің таң атқан кезде сіз дәл осындай графикті көріп тұрсыз. Міне, дәл осындай графикті көріп тұрсыз. Және сіз ең үстіндегі фитилін алдыңыз да екінші фитильға әкеліп қостыңыз. Мынау бізде ничего не означает, просто точка. Мынау бізде зарождение тренда. Скорее всего, қазір баға мына жерге келіп өсіп түседі, келеді да, сонымен төменге қарай түседі деген ойымыз бар біздің. Енді біздің мақсатымыз осы үшінші касанияны күту. Вот мына жерде үшінші касание болды бізде, қарасаңыз. Міне, мына жерде үшінші касание болды, осы жерде. Дәл осы үшінші касание болған кезде біз 1 минутқа келіп қараймыз. Міне мынау бізде үшінші касание болған жер. Міне мына жер, мынау. Мынау. Және егер сіз Smart Money, ICT, тағы бірдеңке курстар оқыған болсаңыз, ол жерде смена структуры дейді, то есть смена структурного характера. Это означает, ол былай жұмыс жасайды.
мысалға баға жаңа мына жерде бізде осылайынан линия тұрды, және баға осылайынан көтеріліп келе жатыр. Бір түсіп, бір көтеріліп, бір түсіп, бір көтеріліп, осылай келді. Міне, мынау бізде үшінші касание тұр. Енді біз түсініп алатын маңызды мәселе бар. Higher high, higher low, иә? То есть, каждый келесі хай, мынау, міне мына хайдан келесі хай жоғары, одан келесі хай жоғары, одан келесі хай жоғары. Көріп тұрсыздар ғой? Одан келесі хай жоғары. Тура сол сияқты лойларда. Келесі лой алдыңғы лойдан не істеп жатыр? Жоғары түсіп жатыр міне. Енді біздің бұл стратегияда сіз андай рынок нарық қайда барады деп аңдып отырмайсыз. Сіз просто по мере движения жұмыс жасайсыз. Енді біздің күтуіміз керек нәрсе ол мынау соңғы лойды бағаның төмен қарай тесіп жарғаны. Яғни, мынау бізде хай болып қалды. Мына сіз айтып, мынау бізде хай болып қалды. Значит, каждый хай келесі хайдан жоғары. Тура сол сияқты каждый лоу келесі не істейді? Лоудан жоғары. Енді біздің күткіміз келетіні мына лоудан келесі лоу төмен болып түсу керек. Осындай біз картинаны көруіміз керек. Міне осындай. Және мынау төмен болып түскен кезде осыны мен кішкене былай белгілеп қой. Міне төмен болып түскен кезде біздің атқаратын шаруамыз позицияға, например, осы жерден біз кіреміз. Мына жерден кіреміз. Стоп бізде мынаның үстінде болады. Және тейк 1-ге 3 деген эррормен болады. Енді қараңыз, не үшін біз осы жерден кіріп жатырмыз? Себебі баға постоянно жоғары қарай өсіп келе жатты да. Содан кейін мына жерге келген кезде тоқтап, мынау лойды обновить етті да, төмен қарай келіп, мына хайды қайтадан ретестқа келіп, мына хайды обновить ете алмай, не істейді? Ол төмен қарай өстіп кете береді екен. Енді қарасаңыздар, каждый хай келесі хайдан төмен. Міне, каждый хай келесі хайдан төмен, и каждый лой келесі лойдан төмен. Және дәл осы движение, ол 1 минут болсын, 5 минут болсын, 1 сағат, 4 сағат, 1 күн, 1 айлық, барлық таймфреймдарда тура осындай смена характері жұмыс жасайды. Енді біз осы теорияны түсініп алсақ, енді біз мынау каждый хайларды, лойларды былай күнделікті осы графикті көріп жүрмегеннен кейін, күнделікті осы стратегиямен жұмыс жасап жүрмегеннен кейін, сіздер байқамай қалуыңыз мүмкін. Сол жерде бізде осындай керемет екі индикатор бар. Біреуі Weak Fractals, и екіншісі бізде имбаланстар. Имбаланстарды пока өшіре тұрайық. Weak Fractals. Енді біз жаңа айттық мынау сияқты, каждый хай келесі хайдан жоғары. Міне тұр бізде. Так. Мынау міне фрактал тұр. Міне фрактал. Бұл фрактал, мына үшінші касанияның алдындағы фрактал. Міне осы екеуі. Значит, енді мен қазір сізге для наглядности сызам, негізі біраз істегеннен кейін көзбен өзіңіз ақ көріп аласыз. Мына жерде былай үстін алып сызып аламыз. Енді қараңыз, бізге маңызды, чтобы бағаның осы точкадан аспай, мына точкадан аспай, төмен қарай жабылып, өстіп құлағаны. Бізге осы керек. Ал енді қандай да бір себептермен ол мына жоғарғы бөлікті жоғары қарай тесіп жүрсе, бері қарай, мына жаққа, онда біздің коридорымыз жоғары қарай көтеріледі. Мынау осы күйі қалады, өйткені астында міндет. Все. Енді біз күтеміз оны мынаны төмен қарай тесіп шыққанын, мынаны. Тесіп шықты мына жерден, и мына жерден ретестіне кіруімізге болады. Мына жерге ретестті қоямыз, жаңағы позицияны қоямыз. Мынаның үстіне осылай кішкене көтеріп стопты қоямыз.
бірге үштеп қоямыз және жібереміз. Ол біздің позициямызды жаңа ана жерден алды и құдай қаласа біздің тейкімізға апарып береді екен. Вот біздің тейкімізді толық алды. Енді қарасаңыздар, например, қазіргі вот навороченный там китайский или японский бір машиналарды салыстырсаңыз, олар әр жердің бәрі кнопка, ана жер кнопка, мына жер кнопка, бір лампочкасы, артқы лампочкасы жанбай қалса, мысалы, скоростьқа салынбай қалады, оны машинада жүргендер, автоматта жүргендер біледі. Ал кезіндегі советский машиналар ол фар жабық түгілі түсіп қалса да от алып айдап жүре береді. Мынау сол советский стратегия. Бұл жерде андай қиын ештеңке жоқ. Повторим. Бірінші касание, екінші касание, үшінші касание болған жерден, мына жерден слом структура күтіп, не істейміз, позицияға кіреміз и өзіміздің жаңағы тейкімізді жасаймыз. Бұл осыдан 10 жыл бұрын да жасап тұрған стратегия. Бұдан кейін де 10 жылдан кейін жасайды. Қарасаңыздар, вот, например, былай жасайық. Аптан алайық. Сөйтейік та 2014 жылға барайық. 2013 жылға барайық. Сөйтейік та 15 минутқа қойып, осы біздің стратегиямызды бір тексеріп көрейік. Қаншалықты ол істеп тұр екен. Міне қараңыз. Мына жерде бізде бірінші касание бар. Мына жерде бізде екінші касание бар. Міне 1, 2 и мына жерде 3. 1, 2, мына жерде 3, мына жерден 3 қоюға болады, без разницы. Енді біз осыны алып, мына жерге былай қойып, мысалы, үшінші касание деп қойсақ, мынаны алып, біз осы жерден позицияға кіре аламыз. Кішкене бүйтіп алайын, чтобы сіздерге ыңғайлы болу үшін. Міне. Мына бізде минутка. Значит, бізге не істеу керек? Мына тиюдің алдындағы фракталды толық жаңарту керек. Міне мынаны. Толық жаңарып шыққаннан кейін біз позицияға осы жерден кіреміз. Стоп, мынаның астына қарай былай тығамыз осылай кішкене. И тейкті 1-ге 3 деп қоя саламыз. Міне. Көз алдарыңызда ол жасап тұр. Осы және тағы да бұдан көбірек неше түрлі стратегиялар, оған қосымша андасында сигналдар, онша көп жақтыртпаймын сигнал беруді, жалпы сигналдар, разборлар, тому подобный бәрі осы телеграм каналда тұр. Ссылка описаниеда. Рахмет. Және комментарийға сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жазыңыз, каналға подписка жасаңыз, және комментарийға келесі тақырып қандай болғанын қалайсыз, соны жазыңыз. Рахмет.